сіздер тек қана осы шақта ғана өмір сүресіздер. Басқа сіздерде өмір жоқ. Тек қана сіздің өміріңіз осы шақта өтеді. Бірақ мына өткен шақты мекендегенді, солай қарай өткенді қатты жақсы көреді. Сондықтан біз өзіміздің өткен шағымызды четко ойлана бастаймыз. На самом деле өткен шақтың барлығы интерпретация, иллюзия. Оны біз өткен шақтағы оқиғаларды сол кездегі парадигмамыз, призмамыз арқылы, сол кездегі установкамыз арқылы көрдік. Мә, осындай болды деп. Мен жаңа ғана сіздерге айттым. Мысалға, мен өткен шағымда ажырастым, иә? Ол өткен шақтағы отбасылық өмірге менің өз көзқарасым бар. Мен өзімнің құндылықтарым, установкаларым, өзімнің тұжырымдарым арқылы ол жаман кезең болды деп өзіме баға беруім мүмкін. Либо мен бұрынғы күйеуімді айыптауым мүмкін, ал оның өз шындығы бар. Ол мүлдем басқа. Әркім өзі өмірді белгілі бір ракурстан көреді. Менің сабақтарымнан кейін, жанботалар, сіздер өмірді мүлдем басқа ракурстан көре бастайсыздар. Яғни интерпретацияларыңыз алмасады.